Сәлем қыздар, мен бүгін сіздермен өте жұмсақ, тез дайындалатын оңай печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Осылай ертілген сары майымызға қант ұнтағын қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Үстіне жұмыртқамызды жарып, тағы да араластырамыз. Осылай жұмыртқамызды араластырып болғаннан кейін үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Жүгері крахмалын қосатын боламыз. Бірде-бір іртік қалдырмай, тағы да жақсылап араластырамыз. Қыздар, мен бұл жерде елекке қопсықышты қосып қойғанмын. Барлығын електен өткіземіз.